Стиль түрлері. Стиль дегеніміз, лебіздің тілдесу үстінде сөйлеуші қойған коммуникативтік, тілдік қарым-қатынас мақсатқа лайық құрылған түрі. Стиль сөйлеушінің, жазушының белгілі бір тақырыпқа қатысты сөз саптауы. Стиль түрлеріне ауызекі сөйлеу стилі, ғылыми стиль, ресми іс-қағаздар стилі, публицистикалық стиль, көркем әдебиет стилі жатады. Мәтін стильдері дегеніміз, қаламгердің жазу мәнері, мәтінді оқырманға жеткізу үшін қажетті тілдік тәсілдерді сұрыптап қолдануы, ой түйінін ашу тәсілі. Қазақ әдеби тілінің 5 түрлі стильдік тармақтары қалыптасқан. Білім мен ғылым саласында ғылыми стиль, құқықтық салада ресми іс-қағаздар стилі, әдебиет пен өнерде көркем әдебиет стилі, бұқаралық ақпарат құралдарында публицистикалық стиль, тұрмыстық қарым-қатынаста ауызекі сөйлеу стилі болып табылады.